Мыңдаған жыл бұрын жер бетінде бір ғажайып өркениет өмір сүрген деседі. Олардың дамуы жағынан бізді әлде қайда озып кеткен. Бірақ бір түн ішінде жер бетінен ғайып болған қала. Сәлем достар, сіздермен бірге әлемнің сырлары. Бүгін біз ең құпиялы, ең жұмбақ аңызға саяхат жасаймыз. Атлантида жайлы естідіңіз бе? Бұл бір түнде су астында кеткен керемет өркениет туралы аңыз. Бай, дамыған, озық қала. Бірақ неге жоғалды? Атлантиданың құпиясын бірге зерттейік. Платон не айтты? Қала қайда орналасуы мүмкін? Шындыққа ең жақын теориялар қандай? Ал мүмкін Атлантида бізге берілген ескерту шығар? Соңында сіз өзіңіз шешесіз. Бұл ертегі ме, әлде тарих па? Осы Атлантида туралы ең алғашқы дерек грек философы Платоннан шыққан. Ол біздің дәуірімізге дейінгі 4 ғасырда өмір сүріпті. Ол Тимей және Критий атты еңбектерінде Атлантида туралы баяндаған екен. Платон мұны атасынан, ал атасы болса Мысыр абыздарынан естіген дейді. Қызықты факт. Платон бұл оқиғаны 11500 жыл бұрын болды деп жазады. Бұл пирамида салынудан әлде қайда ерте. Қала қандай болған? Атлантида өте әдемі, әсем, инженерлік ғажайып қала болған деседі. Ортасында патша сарайы, оны қоршаған бірнеше сақина түрінде құрлық пен су арналарынан құралған жүйе болған. Және ол қалаға кемелер кіріп шыға алатын айлақтар жасалған. Бүгінгі үлкен порттарға өте ұқсас екен. Олар ғимараттарын ерекше металл орехалкпен әшекейленген екен. Бұл металл алтыннан кейінгі ең құнды саналатын. Бірақ біз әлгі күнге дейін оның нақты не екенін білмейміз. Атлантиданың адамдары кімдер еді? Аңыз бойынша олар теңіз құдайы Посейдонның ұрпақтары. Басында олар өте мейірімді, әділ болған деседі. Бірақ уақыт өте келе байлық пен билік оларды бұзды. Олар басқа елдерге шабуыл жасап, тәкаппарлыққа беріледі екен. Зевс олардың бұл азғындығын көріп ашуланады. Бір түн ішінде жер сілкінісі, цунами мен су тасқыны болып, Атлантида түп-түгел су астына кеткен. Енді Атлантиданы қайдан іздеу керек? Ең қызығы, Платон нақты координат бермейді. Тек Геракл бағандарынан арғы жерде дейді. Бұл бағандар қазіргі Гибралтар бұғазы болуы мүмкін. Жерорта теңізі Санторини аралы, кей ғалымдар Атлантида Санторинидегі Миной өркениеті дейді. Біздің заманымызға дейін 1600 жылы жанартау атқылап, алып цунами тудырды. Қала әп сәтте жоғалды. Бірақ мәселе, уақыт сәйкес келмейді. Бұл оқиға 3600 жыл бұрын болған. Ал Платон 9000 жыл деді. Атлант мұхиты, Бимини жолы, Багам аралдары. 1968 жылы сүңгуірлер су астынан тегіс тастардан құралған ұзын жол тапты. Көптеген адамдар міне Атлантиданың ізі деді. Бірақ геологтар бұл табиғи құбылыс, әктастардың жарығы деп түсіндірді. Сахара шөлі, Решет құрылымы, Сахара көзі. Бұл ең таң қаларлық нұсқа. Мавританияда орналасқан алып дөңгелек құрылым. Жоғарыдан қарағанда
бірнеше шеңберден тұрады. Дәл Платон сипаттаған сақиналар сияқты. Ғалымдар бұл ежелгі мұхит табаны болуы мүмкін дейді. Егер солай болса, Атлантида шынымен Африкада болған ба? Қай жер расқа көбірек ұқсайды? Қайсысы сізді сендіреді? Атлантиданың технологиясы мен аңыздары. Платон тек қала құрылымы мен құлдырауы жайлы жазған. Бірақ кейінгі аңыздар Атлантиданы мүлде басқа қырынан сипаттайды. Кристалдық энергия. Кейбір сенімдер бойынша олар кристалдарды энергия көзі ретінде пайдаланған. Бұл энергия қаланы жарықтандырып қана қоймай, ұшатын аппараттарды да қуаттандырған деседі. Бірақ дәл осы энергияны басқара алмау олардың құлауына себеп болды деген теория бар. Кейбір эзотериктер Атлантидада электр радио байланыс сияқты біздікінен де озық технология болған дейді. Тіпті олар мұхитпен ғана емес, ғарышпен байланыса алды деген пікірлер бар. Атлантида идеясы адамзаттың қиялын ғасырлар бойы баурап келді. Комикстерде, фильмдерде, мультфильмдерде Атлантида үнемі озық өркениет ретінде көрсетіледі. Диснейдің Атлантида жоғалған әлем мультфильмі немесе Аквамен фильмі соның айғағы десе болады. Сонымен достар, Атлантида рас па, әлде миф пе? Ғалымдардың көбі бұл Платонның ойдан шығарған аңызы дейді. Бірақ неге? Себебі Платон философ болды. Ол адамдарға сабақ беру үшін осындай аңыз қолданған. Шынайы мәні Атлантида бізге мына нәрсені үйретеді. Егер өркениет тым тәкаппар болып, билік пен байлыққа берілсе, ол өз қолмен өзін жояды. Бұл тек ежелгі халыққа ғана емес, бізге де сабақ. Ал сіз не ойлайсыз? Атлантида қайда орналасқан деп ойлайсыз? Санториниде ме? Беймени жолында ма? Әлде Сахарада ма? Немесе бұл бәрімізге берілген философиялық ескерту ғана ма? Пікірлеріңізді төменге жазыңыздар.